Дүниежүзі тарихы, иә? Так, Сарысты айта ғой. Қанша болады бұл? Bizim бойынша 24, қазір 20 жоқ. Отыра ғой. Отыра қойыңыздар бүгінгі тақырып. Мемлекет түсінігі, мемлекеттің пайда болу теориялары. Мемлекет бүгінгі сабақты әдеттегі тақырып бойынша талдаймыз. Жүзгі әдісі бойынша сіздер мемлекет дегеніміз не? Жаңа айттыңдар ма басында? Не мемлекет дегеніміз? Бірінші оның несі болады? Шекарасы болады. Айтамыз, мемлекет дегеніміз не? Кім айта алады? Мемлекет бұл бір белгілі және халқы басқару жүйесі бар саяси ұйым. Иә, басқару жүйесі бар саяси ұйым деген ғылыми тілде айтып тұрсыз, жаңа қарапайым тілде айтпайсың. Отыра ғой жарайды. Дұрыс. Сабақты былай біршама қорытындылай айтқанда, мемлекет түсінігі, мемлекет теориясы қалыптасуы, Маркс теория бойынша біршама талдадық қой біз. Содан кейін адамның ақыл ойының дамуы, ең бірінші басында көрсеттім, меншікке деген көзқарас адамдардың қалыптасуы, адамдардың арасында билік жүргізу. Биліктің жүргізуі иерархиялық жүйемен келе жатты да қайда мемлекеттің қалыптасуына алып келді. Енді қарапайым тілмен айтқанда, қазір сіздер сабақтың басында біз Қазақстан мемлекетінде тұрамыз деп айттыңыздар, дұрыс. Қазіргі атауы мүлде басқаша. Формасы басқаша дейміз. Мемлекет, оның басқару. Қазіргі енді осылардың биліктің басқару формасындағы жеке тұлғалардың саяси көзқарасы ғой. Содан кейін қазір біз бір сөзбен мемлекетті басқаруды қайтеміз біз халықты. Демократиялық билік. Мемлекеттің басқару және оның қалыптасуына өздерінің көзқарастары теократиялық дұрыс. Келесі айта қойшы, сен иә. Қолын көтердің ғой. Айтшы. Теократиялық мемлекеттерге Иран мен Ватикан жатады. Иран, Ватикан, яғни отыра ғой. Теократия деген өзі атында тұр. Мемлекетте не үстемдік етеді? Дін үстемдік етеді. Мына феодалдық қоғамда ежелгі орта ғасыр мемлекеттердің Рим папасының бас ортада күшейтіп басқару атауы. Қазақстан республикасы, Өзбекстан республикасы. Яғни мемлекеттің түрі қалай? Республика. Сол ежелгі Римнен басталды деп айтуға болады. Келесі монархия кетті, республика кетті. Теократия? Теократия дегеніміз не? Мемлекеттің басқару формасы. Айта қойып. Теократия. Теократия дегеніміз тікелей басқарушының қолында болатын. Мемлекеттік басқару. Тікелей басқарушының қолында, яғни билікті абсолютті ұстайтын адам. Теократиялық билік. Дұрыс. Келесі қандай жаңа? Алтауын айттық қой біз? Тирания. Тиран басшы екен. Өздерді осындай тирандар басқарып сіздер тарихтан өтесіздер ғой, немесе естисіздер. Тирания биліктің ең қатыгез әділетсіз түрі. Енді халықтың өзі атында тұр ғой тирания. Тирандық мемлекеттер, тираниялық мемлекет. Дұрыс. Осыны құлақтарыңыз қойып отыра. Қандай мемлекеттер бұл? Ежелгі сіздер жаңа қайда өз? Ежелгі Рим. Жоқ. Сол ежелгі қоғам. Сіздер барлықтарыңызға жаңа мемлекеттің басқару формаларын айттым ғой. Осыған байланысты интернет жүйесін қолдануға қазір мүмкіндік беремін. Өйткені жаңағы қандай мемлекеттерді болды, қай мемлекеттер осы басқару жүйесінің етаптарынан өтті. Бұл енді мемлекет мына интернетте көрсетілген. Сол туралы да жаңа командалық жұмыста қарап отырып міндетті түрде жазылыңыздар. Жарай ма? Енді осыларды сіздер мына оқулықтың міндетті түрде пайдаланыңыздар. Және осы мемлекеттерге қандай мемлекеттерге сипаттама бере аласыңдар. Жаңа анархиялық мемлекет қандай мемлекет болды, немесе жаңа республика алғашында қай жерде қалыптасты, немесе аристократиялық мемлекеттер. Осыларды мемлекеттің енді бұл басқару формалары ғой. Осылар туралы бәрін дәптерлеріңізге мына оқулықтарыңызға қараңыздар. Осы жерде ол міндетті түрде жазылады. Соған анықтама әр топ өздері бір спикердердің демократиялық көзқарастарыңыз осы мемлекетті талдауға, оның саяси жүйесін көруге, осы жерде анықтап айтуға мүмкіндік беріп отыр деп айтуымызға болады. Дәптерлеріңізге жазыңыздар. Басқару сіздерге бердім ғой? Кім айтады? Айта отырмын. Барлықтарыңыз айтыңыздар.
Республика бұл мемлекеттік басқару түрі. Онда жоғарғы билік сайлау арқылы белгілі бір мерзімге халықтың өкілдері беріледі. Иә. Республикада халық мемлекеттің басты билік көзі болып саналады. Халық биліктің басты көзі болып саналады. Отыра ғой. Бұл алғашқы тарихы туралы сіздерге қысқаша мына жерде ақпарат бар. Осыны міндетті түрде қазір дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. 2-3 минут уақыт кететін шығар. Жазыңыздар. Мемлекеттің пайда болуының, дамуының түрлері. Яғни алғашқы мемлекеттер қалай қалыптасты? Жаңа сіздер өздеріңіз айттыңыздар ғой. Ежелгі Египетте, дұрыс, Ніл өзенінің бойында дедіңіздер, ежелгі Египетте, ежелгі Қос өзенінде, кейбір Евфрат өзенінің бойында. Жалпы өзендердің бойында қалыптасты. Қандай белсенді. Барлықтарыңыз қосылыңыздар. Монархия бұл мемлекеттік басқару формасы. Онда жоғарғы билік бір адамның монархия, патша, король, хан, империялардың қолында болады. Монархия қысқаша айтқанда елді басқару болып саналады. Дұрыс. Теория. Оны кеңес үкіметіне қалыптастырып, практика жүзінде қойып көрді, бірақ кеңес үкіметі оның ішінде Қазақстанда ол өздеріңіз білесіздер қайтты. 90 жыл ыдырап, бұл теорияның әлі негізсіз екенін ішінде. Басқарудың 6 формасын айтты ғой жаңа. Тирания бар, аристократия бар, республика бар, анархия бар. Осы 6 формасын әр топ өздеріңіз анықтамасын жазыңыздар қазір. Өйткені ірі мына өндіріс орындарының пайда болуы, зауыттардың, фабрикалардың пайда болуы бұрынғы феодалдық жүйенің қажетсіз екенін дәлелдей бастады. Сөйтіп өмірге қандай қоғам қалыптасты? Капиталистік қоғам. Қазақстанды өттік, ежелгі Қытайды өттік, ежелгі Грекияны өттік. Осылардың бәрі ежелгі алғашқы классикалық қалыптасқан мемлекеттер. Олар қай дәуірдің мемлекеттері болды? Қол иеленушілік қоғамның алғашқы мемлекеттері болды. Сіздерді жаңа топқа бөлем деп отырғаным сол ғой. Феодал дегеніміз не өзі? Айтыңыз? Феодалдық дегеніміз орта ғасырларда қалыптасқан қоғамдық экономикалық жүйе. Бұл жүйеде дегеніміз не өзі? Феодал атында тұр ғой ол. Феодал деген енді. Феодалдық қоғам бұл үлкен жер иеленуші. Феодал деген жалпы жер. Феодал жер иесі. Маркстік теория бойынша қол иеленушілік қоғамдар мемлекеттер. Қандай мемлекеттер еді? Айта қойыңызшы? Айта. ежелгі Мысыр, ежелгі Грекия, ежелгі Мысырды өттік. Тағы қоғам. Қол иеленушілік қоғамдар сіздермен осы биыл сіздер сентябрь айында, қыркүйек айында келгенде ежелгі мемлекеттерді өттік қойыңыз. Мына өркениеттерді. Греция, осыларды қазір біреуін тұрып айтсаңдаршы қазір. Қауымдық кезеңнен кейін қандай кезең қалыптасты? Қол иеленушілік қоғам. Қол иеленушілік қоғам. Қол иеленушілік қоғам дегеніміз не өзі жауап? Айтыңызшы, қол иеленушілік қоғам деген өткен жыл айттық қой. Қол иеленуші мемлекеттер бұл қоғамның тарихи дамуына. Дауысын шығарып айтыңыз. Бұл қоғамның тарихи дамуындағы алғашқы топтық мемлекет түрі. Дұрыс. Алғашқы топтық мемлекет түрі. Отыра ғой. Сіздер өткен қоғамды 5 формацияға бөлдіңіз. Өткен жыл осы туралы айтылды ғой. Алғашқы жаңа дұрыс айтасыз, тас дәуірінде алғашқы адамдар қандай құрылыс? Қандай құрылыс деп едік? Алғашқы қауымдық құрылыс. Алғашқы қауымдық құрылыс. Сіздер маркстік теорияны өттіңіздер, алғашқы адамзат қалыптасуы. Қай дәуір өзі? Тұрып шығарып тас дәуірі. Тас дәуірі өзі бірнеше кезеңге келеді. Табиғи теория. Бұл теорияны жақтаушылардың пайымдауынша мемлекетті, құқықты ешкім ойлап тапқан жоқ. Олар адамның өзі сияқты табиғаттан бастау алып, әділеттілікке негізделген абсолюттік ұғымдарды атайды. Таза бұл философиялық көзқарас. Үшінші, маркстік теория. Енді мен сіздерге бүгінгі сабақта бірнеше теорияны үйге де талдаймыз, үйге де беріп талдаймыз. Бүгінгі біздің сабақта негіз маркстік теория бойынша мемлекеттің қалыптасуы туралы сабақты қарастыратын боламыз. Маркстік теория. Мемлекет қоғамдық еңбек бөлінісінің отбасы. Бекзат айтады, оқып шық, талдаймыз ғой қазір. Бір теория жақындаушыны пайдаланушыға мемлекеттік
құқықты екінші Сен көзің жетпей тұр ма? Отыра қойшы. Кім нақты оқи алады? Адамдардың біріккен психологиялық көзқарасы, іс-әрекеті, мінезі, тәртібі бәрі келісіп, ұжымдық түрде басқару деген тұжырымға негізделген. Бұл психологиялық теория. Келесі. Тәртібі бәрі келісіп, ұжымдық түрде басқару деген тұжырымға негізделген. Отыра қой. Бірнеше талдау жасаймыз. Мемлекеттің пайда болуы туралы бірнеше теория қалыптасқан. Мысалы қарасаңыздар, психологиялық теория. Қызым айта қойшы. Бастай берейік. Осы тақырып бойынша енді қысқаша біз талдау жасаймыз. Мемлекеттің пайда болуы туралы аяқталды. Қазір жаңа жауап берген балалар бойынша байлықтарыңызды балмен бағалаймын. Келесі үндемей отырған бірталай бала болды. Келесі жолы сіздердің белсенділіктеріңіз қажет. Түсінікті ме? Рахмет. Өмір сүріп жатсыздар. Енді бұлай ойлайсыз тұрмын. Аяда қайда өмір сүріп жатсың сен? Қазақстан. Қазақстан деген не ол? Мемлекет. Мемлекеттің қарапайым ғана анықтамасын айта аласыздар ма? Дұрыс. Қазақстан деген мемлекет. Мемлекеттің нелер болу керек? Мемлекеттердің өзінің шекарасы болу керек. Бірінші мемлекеттің шекарасы болу керек. Өзінің ұстамдары болу керек. Халқы болу керек, заңы болу керек, конституциясы болу керек. Елтаңбасы, туы. Ұлттық рәміздері болу. Отыра қойыңыз. Бүгінгі сабақ жалпы әдеттегідей тақырыпты ашамыз, мәселені қарастырамыз, талдаймыз. Өткен сабақтар бойынша келесі сабақ бүгін жаңа тарау басталады негізінен. Қарапайым ғана сендерге былай сұрақ қояйыншы. Бері қараңдар. Абай. Айтшы абай. Телефондарыңды алыңдаршы. Осы қоғамның азаматысыздар. Сіздер қайда тұрып жатсыздар? Сұрақ. Қарапайым ғана жауап бере беріңіздерші. Қайда тұрып жатсыздар? Аяна қайда тұрып жатсың? Қазақстанда. Дұрыс, Қазақстан деген не ол? Мемлекеттің. Әдеттегідей дүниежүзі тарихы бойынша келесі тарауды өтетін боламыз. Сабақтың әрқиссасы тақырыпты ашу, қандай тақырып өтеміз, қандай мәселе қарастырылады. Жалпы сіздер оның түрлері шығыс елдерінде, дұрыс айтасыздар алғашқы мына Иран, Үндістан, Араб, шығыс типтегі елдерде, оның ішінде Египетте қосамыз. Мемлекеттің қалыптасуы негізінен қоғамдық меншікті қорғаумен байланысты. Қоғамдық меншікті қорғаумен. Түсінесіздер ме? Себебі алғашқы қоғам ыдырау кезінде бұл елдерде күрделі құрылыстар болды. Ірі су каналдарын жасау, суармалы ирригациялық жүйелер құру, құрғақшылықпен күресу, сол меншіктің иелері шенеуніктер, ру тайпа басшылары, хандар, императорлар мен корольдер болды. Яғни үлкен жер иесінің иелері енді канал қазу, қорған салу, бұл үлкен жұмысты қажет етеді. Яғни адамның еңбегін пайдалануды қажет етеді. Ал адамның еңбегін пайдалану адамды жұмысқа мәжбүрлейді. Дауысың дұрыс. Дұрыс, мемлекеттің басқару формалары. 3-4 минут уақыт өтті, сіздерге жазыңыздар, қараңыздар деп айттым. Бірінші монархиялық мемлекеттер. Жалпы монархия мемлекеттің басқару формасы дегеніміз не? Сендерге бердік қой. Қолөнершілік қоғамға келдіңіз, колледжге келдіңіз, сабақта отырдыңыз, сабақ айттыңыз, мұғалім келді, сабағын берді, білімін берді, қайтты. Бірақ ешкім қандай? Сіз барасыз, асханаға барасыз, тамағыңызды ішесіз, көлікке отырасыз, автобусқа отырасыз, тегін. Үйіңізге барасыз, киіміңіз, дүкеннен киімді аласыз, тегін жүре бересіз. Өйткені өзіңізге қажетті өркениетін өткенде, жалпы ежелгі өркениеттер өткен кезде, сол кезде де біз қарап өттік қой мемлекеттің басқару формалары, қолөнершілік қоғам енді фараондар туралы тарихын өткен кезде мемлекетті басқарудың бірнеше басқару формасын айттық қой. Естеріңде бар ма? Кім айта алады соны? Айтыңызшы. мемлекеттің қазіргі формалары. Ежелден бастап қалыптасқан формалар ғой, қазірде бар Формалар. Бірнешеуін айттық қой. Айтыңызшы. Монархия, республика, анархия, тирания, теократия, аристократия. Осы 6 түрі бар. Ол мемлекеттің, бұл капитал деген үлкен еңбегінде жаңағы мемлекеттің даму формациясын, қоғамдық даму формациясын көрсетеді. Жаңағы алғаш қауымдық, жаңа өттік
қол үйреншілік қоғам, феодалдық қоғам, капиталистік қоғам, және Маркс өзінің теориясында айтады, соңғы қоғам бұл социалистік